Демалыс сәтті деп уәде берді, өйткені ең алдымен ақыры. Қала пәтерінің 4 қабырғасынан шығып, теңізге бара алды. Жағалау. Бұған қосымша, ауа райы керемет. Жылы болды, бірақ тым ыстық емес. Болжам бойынша бағалау бойынша ол ұшып кеткен күнге дейін. Олег пен Маргарита шешім қабылдағанға дейін болады. Заттарды бөлмеге лақтырып, дереу жағалаудағы нөмірге барыңыз айтпақшы. Кішкентай, бірақ ыңғайлы жағажай қонақ үйде, сондықтан формадан жоғары болды. Киім туралы. Киім туралы ойлана алмайсыз. Бірнеше артықшылықтар. Сіз әрқашан ақсыз болуға болады. Өтірік және тітіркендіргіш пестицидтердің болмауы, сонымен қатар тікелей жолақ. Барлық инклюзивті мүмкіндіктердің жағалауында барлық мүмкіндіктер қолданылады. Максималды. Жүзу магистральдар мен чемоданның шектеріндегі жүзуді табу үшін, және ол шықты. 5 минуттан кейін, жағажай аксессуарларын түсірген, ерлі-зайыптылар. Аға қабырға артында кенеттен оттың артында болған кезде, ерлі-зайыптылар болды. Олег, мұнда дыбыстық оқшаулауда проблемалар бар деді, Маргарита қабағын түйді. Бұл өте қарапайым емес, себебі бұл қатты болды деп күйеуі оны сендірді. Сонда сіз Ритл дыбыстарын естисіз немесе мүмкін бе? Олег ептілікке тұрды. Бір қол, купальниктің жоғарғы бөлігінің астында, ал екіншісі оның жұбайының ұрпақтарында. Мен лезде. Олеж, жақсы, бізде таймгер, жағажай болуы мүмкін бе? Аз ғана. Ол жиі деммен жақсы, күтпеген жерден оңай келісілген. Жігіт оны шекке сүйді, барайық, бірақ кешке ол жұмыс істемейді. Я, мен бармадым, ол қазірдің өзінде, Маргарита. Мен оның ұсынысы қабылданбайды деп үміттендім. Жағажай жасөспірімдермен кездесті. Ыстық күн бар жұп, таза құм, және жылы теңіз етін тазартады. Салегс. Аулак барек жүгіріп өзіне сыра алды, ал әйелі өте күшті емес еді. Майлы, тоник және шырын. Тәтті, бұл қалай мас болуы мүмкін. Ол әйелін әйнектен шыққан, штамнан 40 минуттан кейін бар гертке қарай итеріп жіберді. Мен бұл жолды 2 рет қайталай алдым. Жастар күнді ұнатады. Ваннаға уақытты абайсызды өткізді. Алғашқы демалу күні өте жақсы басталды. Олег пен Маргарита оның артында тұрған кезде естігенде қызықты бір нәрсе туралы әңгімелесті. Біз жақын жерде бола аламыз ба? Бос емес пе? Жоқ, өтінемін. Олегке жауап беріп, демалу орнына шамамен 1-2-ге бұрылды. Олармен бірге жігіттің жасы және қыздың жасы, олар көрші жерде орналаса бастады. Стейт Крайс, сізге бірдеңе әкелесіз бе? Деп сұрады жас адам Игер. Коктейлс. Жақсы немесе сыра бар деп жауап берді, жолдас оған жауап берді, Гуиге қарап іздеген. Барының көзімен ол сол жаққа аз, ол жерде аз деп сұрады Олег, коктейлдер және сыра коктейлдер болады. Мен қараңғымды көрмедім, рахмет-ау, рахметов person creamy lax. Ол қолын созды, Павел, және бұл менің әйелім Кристинаның қызы. Мен тойыншамын, сәлеметсіз бе? Ол деді Олег жауап беріп шайқады. Қолға арналған қолға созылды, ал бұл менің әйелім Маргарита, Маргот, содан кейін не? Ұсынылған Павел, жоқ, күлді Олег, ол тек кешіреді. Бірде оның есімін Рита енге азайтады деген сөз, міндетті түрде. Мен есімде, мен кешірім сұраймын, Павел ештеңеден ұялды деп күлді. Маргарита жауап, сіз бірінші емессіз, сіз бірнеше сағаттан кейін соңғы. Емессіз. Екі жұп ескі таныстар сияқты сөйлесті. Сонымен қатар, олардың өмір сүргені белгілі болды. Кристина мен Павел көрші мәселеде, сонымен қатар тек біртіндеп келді. Ер адамдар бардың сөресіне көшті, ал қоғамның әйел бөлігі сөйлескені анық. Өзіңіз, жағажайдағы қолшатыр астында шешілген, біз үшін уақыт келді кенеттен. Олег жиналды, бірақ сен неге сенсің, ал біз жақсы уақыт өткізген сияқтымыз. Оның жаңа жолдасы таң қалды. Мен де әйелім үшін жоспар құрамын, Олег гуңгілет және. Егер біз оны сыра мен коктейлдермен жалғастырсақ, онда олар орындалуға бейім емес. Олардың қалай жақсы сезінетінін көресіз бе? Осындай байсалды, мен оны көрдім, аяушылық, жолмен тапсырды. Ол сондай-ақ лагладып мен үшін оңайырақ, біз бәріміз жағажайға олар естіді. Дыбыстық оқшаулау,
шыншыл болу үшін, сондықтан. Ал кешіріңіз, мен білмедім, ол жақсы. Енді мұны жасамау немесе не? Рас, содан кейін мен әлі күнге дейін қызғанбадым, бірақ. Енді әрине, мен қызғаныш. Мағынада. Деп сұрады Павелден сұрып үндемеді, содан кейін. Вайль. Жақсы, иә, Крис, әрине, еліктіргіш. Не? Келді. Бұрылыс Олег аға таң қалды, әй, жоқ, сіз мен түстен кейін. Енді мен айтуға болатындай, мен де сондай-ақ да сұлулық. Олар күліп жіберді, сіз ұзақ уақыт үйлендіңіз бе? Күліп Павелдің 8-ден сұрады. Жылдар, ал сен? Сондай-ақ, және қалай төсекте шаршамады? Сұлулық және әртүрлілікпен. Қалай болғанда да, проблема бұл ондай сезім бар, осындай сезім бар. Олег намаз оқып, қазір неде? Сіз дағдарысты қалайсыз ба? Сіз қазір жекпе-жектің себебін таба алмайсыз деп үміттенемін. Павел Олегтің шегінді. Тұрмаңыз. Кристина әдемі қыз, бірақ мен оның Герамен жақындық туралы ойламаймын, жақсы. Ақмақ, Павел ренжіді деп жауап берді, және мен әдемі қыздарға қараймын, және оларды ақылмен шешіңіз, содан кейін менде әр түрлі позоңыз бар, әрине, әйеліңізге емес. Мен скучно және бармадым, бірақ Гера туралы қиялдарда болды. Егер сіз менің ойымша бұл қалыпты жағдай, егер сіз табиғи. Үнсіз Кристинді механикалық түрде қарады. Ол Кристинаға кірді, ол оны жүзусіз ұсынды. Мен келесі 10 минутта тұрып, әйеліме бару керектігін түсіндім. Оның үстіне сүлгі күн батқанда қалады. Біз жағымсыз нәрсе туралы ойлануымыз керек. Немесе ашуланған, Олег Рита мен Пауланы таныстырды және енгізді, сіз білесіз. Сізде немесе маған сұрақ, ол күтпеген жерден өзен үшін деді, Рита бармайды. Мұндай. Иә, мен де Крис туралы ойлаймын, ер адамдар үнсіз қалды, мүмкін. Кездейсоқ ұйымдастыруға тырысайық. Паул. Үзілді, қалай? Қазір қараңғы. Көресіз бе, ай? Перделер, сіз мұрныңыздың ұшы емессіз. Қараңыз. Өзгерту. Егер бірдеңе болса, қараңғыда бөлмеде қате жіберілді, Олег Олдуорд. Сылтау. Мен білмеймін, сіз маған телефондарыңызды қалдырыңыз. Сіз бірдей жүзу циклында боласыз, бірақ менде бар. Ұстап, оны ұмытып кететін сөмке түрі, содан кейін кенеттен есте қалды. Уақыт кейінірек, менің әйелімнің мобайл. Қоңырау шалыңыз. Біз өзгереміз бе? Мен білмеймін, мұнда біз бөлмеге кіреміз, егер олар не сұраса. Және сен. Аузыңызды бірден, кем дегенде, төтенше жағдайда немесе сыбырлап алыңыз. Бірақ қалаусыз, ол әлі де дұрыс емес нәрсені сезіне алады, ол түсінеді, мүмкін. Саған кел, біз бір нәрсе болса, біз көп нәрсені жоғалтпаймыз, иә. Олег, белгісіздік, ал Павел тағы бірнеше минутқа отырды. Әрқайсысы бірнеше нөмірді шатастыру идеясына оралды. Олар идеяны алмастырумен пішінді тұжырымдауға тырысады. Алайда бұл жұмыс істемеді, өйткені тым көп. Олардың жасасу қызметін Маргарита мен Кристина тоқтатты, ол кім? Біз тұрдық, және олардың ер адамдарына қарай бастадық. Телефонға кел, деді ол. Пәші. Олегтің ұялы телефоны жағажай пакетінде жоғалып кетті. Мен шаршадым, копия алды. Кристина кеңеуде, оның ерні үйректеріне айналдыра отырып, бүгінде демалайық. Таңертең Нендер біз жағажайда кездесеміз, содан кейін біз шешеміз деп шешеміз. Маргарита. Бір қатардағы барлық адамдар туралы сөйлесіп, ерлі зайыптылар қонақ үй ғимаратына жайбарақат болды. Олар дәлізде еденге көтерілді, олар қоштасудың Павелді жауып, есікті жабады. Олега олжа кезінде көзделген сандар, душта тез, мен заттарымды талдайық. Содан кейін керісінше, Райта. Сұнған, жақсы, әрине, жеңілдікпен. Олег Рита өз жанында болған кезде, Олег өз істерін тез арада бөлшектеді. Ол терезеде перделерді қатты тартып, көшедегі жарық Рита санына енбейді. Мен шықтым, бір сүлгімен оралдым да, сөмкелермен уайымдай бастадым. Жандар оның барлық ойлары тек бір ғана нәрсе болды, Паша центрасымен және. Ештеңе келмейді деп қорқыңыз, тек душтан шығады. Олег Тоуцеге қойған, ол телефонның қай нүктесінде не туралы айтуға болатынын айтты.
Олеш, Маргарита кенеттен менде көптеген коктейльдер бар, және менде. Олар бұйрық берді. Сіз таңертең ішкіңіз келеді, бірақ сіз бөлмеде ештеңе жоқ. Барға барып, сода әкелесіз бе? Өтінемін. Иә жоқ, проблема. Олег шатастырылған және есік етіне басқан, ол коммутаторды және бөлмені басқан. Мен қараңғылыққа толдым, бірақ мені төсекте күту үшін және ұйықтауға тырыспаңыз. Жолақ төменде еденде телефонда орналасқан. Мен оны дұрыс тастап кетуім керек еді. Иә. Жарайды, мен келген кезде мен ол туралы бірден айтып паша деп айтамын, Олег. Жолдың ешбірі болған жоқ, сондықтан бөтелке сода салды. Спортқа тез арада Олегтің мұрнымен соқтығысқан. Паша. Екі жігіт әр өтіріктің астына түседі. Сіз осында не істеп жатырсыз? Оның сезімдеріне келді. Бірінші Олег. Крис таңертең біздің бөлмеге бірдеңе әкелуді өтінді деп сұрады. Жауап берді Паша. О, мен қарап, сен артта жүрдің. Мен керемет. Бөтелкеге келемін, мен сіздің нөміріңізгеораламын, және сіз суға батып барасыз. Май. Неге су беру керек? Олег гені Кристі түсінбеді, бұл соншалықты мас емес, және егер мен сумен оралсам, кетуге уақыт жоқ болса, онда ол таңданыс таң қалдырады және орната алады. Қажет емес сұрақтар. Жауап бергіңіз келмейді ме? Және Рита, керісінше керек. Күте тұрыңыз, иә, ұстап тұрыңыз, бізге сәттілік. Паша Олегті бөтелке алып кетті. Баспалдақтың жоғарылауы күте тұрыңыз, Олег, ол кенеттен түсінді, және сізге ұнайды. Қорғалған ба? Ал, қазір Рита циклды сатып алу үшін дәрі ішеді. Дәрігер тағайындалды, және сіз. Және Крис сонымен қатар демалыс уақытындағы таблеткаларда, сондықтан бәрі де. Техни. Лайк бар рентке оралды, бар атаға оралды, бірақ жоқ. Ол жігітке қажет емес сұрақтар жасады, сода. Бөтелкесіне Олег. Ол есіктің жанында, Рита бар есіктің жанында баяулады, қызықты, бірақ Паша қазірдің өзінде бар ма? Жақсы. Әрине, ол жерде, ол және Рита мен Рита деген не? Басталды немесе жоқ па? Және қалай? Кеудеде. Қызғаныш сезімі пайда болды, ол тез өзгерді. Сонымен қатар Олег көрші күтіп тұрған Кристинді еске алды. Ол бірнеше қадамды қабылдап, бөлмеге кіріп кетті. Есіктің артында бірнеше секунд ішінде көздер ештеңе көрмеді, бөлмеде. Бұл қараңғы болды, содан кейін нысандардың құрылымы көрінетін ұлан болды. Нашар және мұқият, бәрібір сүрінбеу үшін ол дәлізден келді. Бөлме. Көре алды, Кристина төсекте жатқан, баспана. Парақша жігіт жақындап келе жатты, қорқыныш сезімдерін арттырады. Және қозуа, бірақ көбінесе болады, соңғысы. Төсектер, Олег Ториді лақтырып жіберді, қызарып қозғалмады, ол шынымен ұйықтап жатыр ма? Бірақ, мүмкін жақсырақ болған шығар, мен оның кискасын парақтың астына аламын, сонда ол менмін. Ол міндетті түрде көрмейді. Кристина парақтың астында болған кезде, Кристина өзінің позасын өзгертті. Жігітке аздап бұрылып, қыздың ұйықтамағаны анық болды. Кристинаның денесін, иықтан діни қызметкерге, содан кейін жамбастың үстіне, алдандырды, содан кейін. Қалған кеуде қуысы. Қыз, бірақ сенімді емес, бірақ дұрыс емес пе? Күдіктейді. Мүмкін, бірақ ол түсінбейді. Немесе ол әрқашан солай ма? Немесе дәл қазір қаламайды және мұны айтуға бара жатыр ма? Содан кейін ұялу жігіттің басында жыпылықтайды. Бұл кезде қатты қалығы бар, Кристина қабырғаға құлады, ал. Содан кейін, секундтан кейін, оның аяғы бүйіріне қарай жүгіріп, сепстерге реакция жасады. Ер адамдар дем, олар бірнеше минуттан кейін ілулі тұрыпты көбейтті және. Ол біраз уақытқа кедергі келтірді, ол біраз уақытқа тоқталды, жұп инерциямен. Содан кейін төсекке ярек келді, олар бірнеше минут бойы сезімдеріне келді, содан кейін ол. Мен оның осы уақытқа дейін ұялғанын түсіндім, ол қыздан шыққан иісі бұрын болған. Достарға ауырсыну, Рита. Ол сұрады, қыз дірілдеген. О, Олег. Және сен. Мұнда қалай болды? Иә, мен тіпті. Иә, сіз түсінесіз, күте тұрыңыз, ол деп ойлады, сіз. Кристинамен бірге олар бізді содаға ауыстыру үшін жіберді ме? Кешіріңіз.
Бұл оның идеясы еді, мен бұл идея маған тым көп жетіммін. Қызықты, Рита ұялып, Олег басын қайтып күлді. Көрші мәселеден бірнеше минут екі адамның көңілді күлкісін жарқыратты.